Бастың шекарасына тоқталатын болсақ, бастың шекарасы жалпы төменгі жақ сүйегінің өрлейтін бұтағы бойымен емізік тәрізді өсіндінің ұшы арқылы, жоғарғы шүйде сызығы арқылы жоғарғы шүйде төмпегіне дейін жүргізіледі. Бастың аймақтарына тоқталатын болсақ, жалпы бас ми және бет бөлімдерінен тұрады. Бастың ми бөлімі өзі бас сүйегінің күмбезіне және бас сүйегінің негізіне бөлінеді. Бас сүйегінің күмбезіне бізде маңдай төбе шүйде аймағы, сына тәрізді аймақ, самай аймағы және торлы сүйек кеңістігі жатады. Бас сүйегінің негізіне ішкі негізі, сыртқы негізін жатқызамыз. Бет аймағының бөлімдеріне тоқталатын болсақ, ол және көз аймағы, мұрын аймағы, ауыз аймағы, иек аймағы, ұрт аймағы және шықшыт шайнау аймақтарына жіктелінеді. Жалпы мидың қабаттарына тоқталатын болсақ, ми жалпы 3 қабатпен қапталған, ол жаңағы қатты, торлы және жұмсақ ми қабаттары. Жұмсақ ми қабаттары болып табылады. Енді осы баста кездесетін гематомаларға тоқталатын болсақ, бастың гематомалары бас ішілік және жұмсақ тіндер гематомасы болып ажыратылады. Бас ішілік гематомаларға эпидуральды, субдуральды, субарахноидальды және ми ішілік гематомаларды жатқызамыз. Бастың жұмсақ тіндерінің гематомасына тері асты гематомасы, апоневроз асты гематомасы және сүйек қабы ішілік гематомаларды жатқызамыз. Эпидуральды гематома дегеніміз мидың ішкі беті мен қатты ми қабат арасындағы кеңістікке қанның құйылуы. Субдуральды гематома дегеніміз қатты ми қабаты мен торлы ми қабат арасындағы кеңістікке қанның құйылуы. Субарахноидальды қан құйылу дегеніміз торлы ми қабаты мен жұмсақ ми қабаты арасындағы кеңістікке қанның құйылуы болып табылады. Және ми ішілік гематома, ол жаңағы мидың қарыншаларына қанның құйылу нәтижесі болып табылады. Енді жұмсақ тіндер гематомасына тоқтала кететін болсақ, және тері асты гематомасы дедік. Мұнда тері асты гематомасы кезінде тері мен сіңір байламы арасындағы кеңістікте фиброзды жалғастырушы жүйе пайда болады, салдарынан шар тәрізді түзіліс түзіледі. Апоневроз асты қан құйылу кезінде ол қан жалпақ түрде болады. Қанның құйылу нәтижесінен сіңірлі байлам сүйектен ажырайды. Сүйек қабы ішілік гематома кезінде қан сүйектің пішінін қайталайды және сүйектің төмен түсіп кеткенде көрініс береді. Бас сүйегінің негізіне іріңдіктердің таралу жолдарына тоқталатын болсақ, жалпы іріңдіктер жанасу, гематогенді және лимфогенді жолдар арқылы таралады. Жанасу арқылы созылмалы көз ұясының қабынуы, одан кейін мұрын қуысы, ортаңғы және ішкі құлақ қабынуларына әкеледі, одан кейін остеомиелитке әкеледі. Остеомиелиттен ми қабаттарына өтеді, ми қабаттарына мезатына, одан кейін мидың орталықтарына өтеді. Құлақ және мұрын қуысы дипоэтикалық веналар арқылы веналардың тромбофлебитіне, одан кейін мидың қабаттарына өтеді. Енді лимфогенді жол арқылы бізде ол субарахноидальды кеңістік арқылы алдыңғы бас сүйегіне өтіп, маңдай бөлімінің эмфиемасын әкеледі. Енді мойынның клиникалық анатомиясына тоқталатын болсақ, жалпы мойынның жоғарғы шекарасы төменгі жақтың қыры мен жоғарғы желке сызығы арқылы өтеді. Төменгі шекарасы алқа тілігі, бұғана және жауырынның акромион өсіндісі және жетінші мойынның қылқанды өсіндісі арқылы өтеді. Енді мойындағы үшбұрыштарға тоқталатын болсақ, жалпы үшбұрыштар медиальды және латеральды болып жіктелінеді. Медиальды үшбұрыштарға бізде жақ асты үшбұрышы, тіл немесе пирогов үшбұрышы, иек асты үшбұрышы, ұйқы үшбұрышы және жауырын кеңірдек үшбұрыштарын жатқызамыз. Латеральды үшбұрыштарға жауырын бұғана үшбұрышы және жауырын трапециялық үшбұрыштар жатқызамыз. Енді жақ асты үшбұрышының шекарасына тоқталатын болсақ, жоғарғы жағынан төменгі жақтың төменгі қыры және алдыңғы және артқы қос қарыншалы бұлшық еттерінің қараншаларымен шектелген. Тіл немесе пирогов үшбұрышы шекарасы төменнен жаңағы қос қарыншалы бұлшық еттің аралық сіңірі, жоғарыдан тіл асты нервісі алдынан мускулус милоидеус өтеді, үшбұрыштың түбін мускулус хyoglossus құрайды. Иек асты үшбұрышы орталықта орналасқан, екі жағынан қос қарыншалы бұлшық еттің қарыншаларымен шектелген, төменнен тіл асты сүйегімен шектелген. Ұйқы үшбұрышы. Бұл үшбұрыш жауырын тіл астылық бұлшық еттің қарыншасымен, төменнен төс бұғана емізік бұлшық еттің алдыңғы қырымен және қос қарыншалы бұлшық еттің қарыншаларымен шектелген. Жауырын кеңірдек үшбұрышы жоғарыдан жауырын тіл асты бұлшық еттің жоғарғы қарыншасы, артынан төс бұғана емізік бұлшық еті, алдынан мойынның ортаңғы сызығымен шектелген.
Жауырын трапеция үшбұрышы алдынан төс бұғана емізік. Төс бұғана емізікті бұлшық етінің артқы қырымен, артынан трапеция тәрізді бұлшық еттің артқы қырымен, төменнен жауырын тілястылық бұлшық еттің төменгі қарыншасымен шектелген. Жауырын бұғана үшбұрышы алдынан төс бұғана емізік бұлшық еті, артынан және жоғарыдан төс бұғана емізікші бұлшық еттің жоғарғы қарыншасымен, төменнен бұғанамен шектелген. Назарларыңызға рахмет.